Сәлем қыздар, бүгін сіздермен ең оңай дәмді дайындалатын пловтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: морков, лук, күріш, тұз, зира, сұйық май және ет. Морков пен сәбізді ұсақ етіп турап аламыз. Плов дайындайтын ыдысымызды алдын ала май құйып қыздырып аламыз. Одан кейін етімізді салып 15-20 минут көлемінде екі бетін де қуырып алуымыз қажет. Оның үстіне пиязымызды салып, одан кейін жарты сәбізді саламыз. Ал қалған бөлігін кейіннен салуымыз қажет, себебі екі бөлігі де қатты пісіп кетуі мүмкін. Кейіннен су құйып, көлеміне қарай, әр адамның пайдалануына қарай су құятын боламыз. Міне осындай түсті шығуы қажет. Қайнап тұрған суымызға өз қалауымызға қарай приправа салып, кейіннен ақ күрішімізді салып, оның үстіне зира салатын боламыз. 5-7 минут көлемінде қатты отқа, кейіннен жай отқа қойып, пловымызды пісіреміз. Міне пловымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар.